Ерекше тағдырлар, ғажайып мүмкіндіктер, адам намғысыз деректер, шынайы өмір. Дәл қазір көріңіздер. Басты қалпақ қолда биялайдың білезігі және көзілдірік. Ол Қазақстан даласында кенеттен пайда болған шериф секілді. Сақалын қырмай шетелге барғанда оны маджахет деп қалған. Мадам Тюссо музейінде оны балауыз мүсінінен шатастырған. Папуа Жаңа Гвинеяда бір ажалдан аман қалды. Ол Қазақстан туын ұстап жер шарын айналып шықты. 250 мың шақырым жол жүрді. Мұндай рекордты ешкім қайталай алмады. Дмитрий Петрухин, достар оны көсем деп атайды. Байкерлер лақабатсыз жүрмейді. Менің қатты шөлдеген, ашыққан, суықтан тоңған кездерім болды. Осындай сынақтардың бәрін көріп келемін. Бәлкім, пешенеме осылар жазылған шығар. Шытырман оқиғалар кімнің қыр соңынан қалмайды. Адамды ерлікке не итермелейді. Тунгус метеоритінің бұған қатысы қанша. Бетке жаңбыр қар тиіп, шаң мен жел соғады. Артта желбіріп тұрған байрақ 200 шақырымнан кейін жыртыла бастайды. Жол үстінде торлап жамауға тура келді. Қолынан бірден келе қоймады. Арнайы тапсырыс бойынша кенеттен тіге бастады. Мұнан кейін саяхатшы Петрухинге жолда күш қуат беретін жалау жыртылмайтын болды. Бұл байрақты үнемі алып жүремін. Ол сондай әдемі. Кездесулерде, тұсаукесер шараларында оны көрсетемін. Қай жерге барсам да, қолыма ұстап суретке түсемін. Мен тек оңтүстік және солтүстік полюске бармадым. Айтпақшы, бұл сапарда менің жоспарымда бар. Кстати, это у меня в планах. Байкер Петрухиннің үйі. Әрине төрде байрақ пен әлемнің әр елінен әкелінген олжалар. Жалаулар мен ескерткіштер әдемі, оның үстіне көп орын алмайды. Бірақ алдымен нағыз байкерлер киетін ерекше киім көзге түседі. Қыздарды шашынан тарту, жол үстінде қарияларды қорқыту, көлігінің дыбысын тұншықтырмай айдау, балағаттасу, мұндай қылық оған жат. Байкерлік қозғалыстар ақш-та екінші дүниежүзілік соғыстан кейін пайда болды. Бұған әскерден қайтқан ұшқыштар бастамашыл болған. Байкерді байкер ететін мотоциклден кейін орында әрине оның ерекше киімі. Бұл достарының сыйлығы және Петрухиннің мақтанышы. Терісі қалың былғары киім жаңбыр мен қарға өте төзімді. Осынау атрибуттың салмағы 5 келіден кем емес. Мынау көкірекшені де маған достарым сыйлар. Мен аралап шыққан елдердің барлығының 150 жалауы осында. 10 жылға ұласқан жер шарына саяхат. Ол екі кезеңмен Еуразия, Африка және Латын Америкасы елдерін аралады. Оны барлық жерде киіміне қарап қабылдаса, қайтарында Қазақстан туралы толық мәлімет алып шығарып салған. Ол шетелдік ресми қабылдау шараларына қазақтың ұлттық киімі шапанды киіп барған. Бұл оның екінші шапаны. Біріншісі мотоциклмен бірге Астанадағы президент мұражайында тұр. Петрухин бұл киіммен ұзақ сапарының тең жартысын жүріп өткен. Мынау Дмитрий Иванович Петрухиннің бір киер киімі, достық ордені. Оған құрмет орденін Қазақстанды әлемге таныстыруға қосқан үлесі үшін мемлекет басшысының өзі тапсырған. Ол тіпті 3-ші дәрежелі шахтер орденімен марапатталған. 10 жыл бойы Қарағанды кеніштерінде кен қазушы болып жұмыс істеген.
1991 жылы еліміз егемендігін алған тұста, ол да кеніштегі кәсібін тастап, әлемді аралауға бет бұрады. Оған Америкада құрметті байкер сыйлығын алу үшін бір тәуліктің өзі жеткілікті болды. Бұл марапат Iron Bat деп аталады. Қазақша тәржімалағанда темір ер дегенді білдіреді. Өйткені бір тәуліктің ішінде 1000 миль қашықтықты еңсеру үшін темірдей болу керек. Денені әшекейлеу. Бұл көптеген шетелдік азаматтың визит карточкасы. Дмитрий 2,5 шақырымды жүріп өтіп, бұл көрсеткішті 4 рет қайталады. Джек Лондон, Феннимор Купер, Жюль Верн олардың бастан кешкен шытырман оқиғаларын кішкентай Петрукин қайталады. Ол үйінен бірнеше рет қашып кетті, әлемге саяхат жасауды армандады. Үнемі бір жаққа кетіп қалғым, бөтен адамдарды көргім, экстремалдық жағдайға тап болғым келді. Мені ылғи милиция ұстап алып, үйіме қайтарып отырды. Милиция, значит, ловила, домой отправляли. 40 жыл өткен соң оның арманы орындалды. Саяхатқа аттанар кезде балаларымды өсіріп, үйімді де тұрғызып, ағаштарды да отырғызып қойған едім. Сондықтан жұбайым қолдады. Байкерлік банданада Наталья Васильевна арқа сүйер адам. Жасы 35-те, 2 баланы өсірді. Өз шаңырағың берекелі болуы тиіс, әйтпесе жат жерден не іздейсің? Қараш, мен формадамын. Ол осылайша жер жаһанға саяхат жасаған Шоқан Уәлиханов яхтасына тап болды. Ол дипломатиялық миссияның аясында шетелге Қазақстанды танытты. Темірқазық сыйлығына ие болды. Теңіз ауруына ұшырап, түнде ұшатын балықтарды көрді. Кеменің бұзылғанына куә болды. Оның бәрі медальдің екінші жағы. Такое чувство, что мы... Бұл 2 жыл болмағандай әсер береді. Бәрібір адамның ойлағаны болмайды. Ендеше қолайлы ауа райына, желдің қарайласатынына, көңіл күйдің көтерілетінде үміт артайық. На попутный ветер и на наше хорошее настроение. Ол шекі етті жемет. Тіпті Америкада аборигендермен бірге алауды айналып секірген жоқ. Жастайынан нағыз үндістерді көргісі келген, бірақ оған 50 жылға кеш қалғанын айтты. Дегенмен қауіп қатер азайған жоқ. Шоқан Уәлиханов яхтасы мынау аймақтан өтіп бара жатқанда, осынау аралдардың бірінде папуастар неміс саяхатшысын жеп қойды. Ол жалғыз еді, ал біз көп болдық. Съели немецкого путешественника. Но он как бы в одиночку все это дело, а мы-то были на яхте. Қауіпсіз араға шықтық. Бұл адам жегіш жабайлардың құрығынан құтқаратын жалғыз ғана тәсіл. Ол 4 жыл ішінде су бетінде жүзе жүріп, экваториялық ендіктегі барлық мемлекетті аралады. Ештеңеден тайынбайтын Дмитрий үнемі оқыс оқиғаларға тап болатын. Тарзанка немесе баджи джаппинг. Ертедегі ацтектер дәуірінде жас жауынгерлер би рәсімі кезінде өздерінің аяқтарын жіппен байлап, биік жартастан секіреді. Петрухин өтіп бара жатқанда кенет айнадан біреудің төменге секіріп кеткенін байқап қалады. Сол кезде мұндай ойын кеңестер одағы елдерінде жоқ болатын. $130 төлесең, Замбези өзенінің суына малынасың. Байкердің салмағы тиісті мөлшерден артық, 114 келі болатын. Бірақ оның ішкі түйсігі берілмеуге шақырды. Сен жігітсің бе, жігіт емессің бе? 14 келі салмақ ештеңе шешпейді. Мен Африка тілінде жазылған 3 қағазға қол қойдым. Қосымша тағы $50 төледім. Сол сәтте олар мені ақтық сапарға шығарып салып жатқандай болды. Они меня в последний путь провожали. Мынау менің нөмірім, менің салмағымды көрсетіп тұр.
Ол Бэтмен секілді Қазақстан туын артына байлап, шыңыраудың үстінде қалықтады. Өзіне болып кетті, мен қайдамын? Көтеріліп бара жатқанда жұбайы Натальяға барлық отандастарына демеушілеріне сәлем жолдады. Өзін байрақпен секірген тұңғыш адам деп қалжыңдап қояды. Осылайша шытырманға толы жаңа жоспарын ойластырды. Қазір мен Австралияға барамын. Австралиядан Жаңа Зеландияға аттанамын. Ол жақта тік жарда тұрған тарзанка бар. Кейін Швейцарияға барамын. Ол аспан асты елінің бос кеңістігіне ұмтылды. Кейін бәрінің сәті түсе қалды. Ол өзінің мотоциклмен байкерлердің тілімен айтқанда, Қазақстан Республикасы мен Қысқы Азия ойындары 2011 шарасының даңқын асыру үшін Азия мен Таяу Шығыстың 40 елін бағындырды. Осылайша Бейжіңге олимпиялық алауды алып өту құрметіне ие болды. Кейін салтатпен ұлы Қытай қорғанымен жүріп өтті. Бұл ерекше жағдай. Әлі байкерлердің ешқайсының аспан асты еліне жолы түскен емес. Бұл оның бақытының жылнамасы. Маңдай айнасы глобус секілді. Ол оны тұлпар деп атайды. Ол тіпті онымен тірі адаммен сұхбаттасқандай сөйлесейді. Не көрмеген байк, бірде Пәкістанда оны ұрлап кете жаздады. Мен оны үйге жақын апарып, жептің бір үшін қолыма байлап қойдым. Түнде байкты сүйреп бара жатқанын байқап қалып, ұрыларды қуып жібердім. Ночью они берут мотоциклы, давай к себе тащить. Вместе со мной, представляете? Я их там, разогнал, соответственно. Мұндай оқиғалар жиі болады. Көлік адамның денесін, ал байк жанын тасиды деседі. Сондықтан ол дауылды қалайды, қауіп-қатер бар жерге ұмтылады. Жер жүзін шарлағанымды доғарғыма келеді. Аяқ киімімді шегеге іліп қойып, осынау жаман түсті ұмытқым келеді. Бірақ 2-3 күн өткеннен кейін қуаттанып, қайта ұмтыламын. Ол Тунгус метеориті құлаған Красноярск түбіндегі Жұмбақ өлкеде дүниеге келген. Осы байланыс тыным таптырмайды, есесіне саяхатшыға күш жігер береді. Өзі солай ойлайды. Бәлкім ауытқушылық, табиғат өзгерісі Петрухинге ықпал еткен шығар. Аяқ астынан жер жаһанды аралауға аттандым. Ешкім мені тоқтатпайды. Ол Будда, католик, христиан, мешіт пен синагога, әлемдік діндердің барлық ибадатханаларына бастықты. Иоанн Павелдің 2-ші мессасында болды. Қызметін атқарған соң, бір тәулік көзілмегеніне қарамастан, күш қуатын бойына жинап, саяхатын қайта жалғастырды. Әрине мен барлық дінді құрметтеймін. Өзім Құдайға сенемін. Міне жасым 50-ден асты. Бірақ әлі ешқандай дінді қабылдамадым. Дегенмен оны бір күш үнемі сақтап жүрді. Индонезияда оны пілдер таптап кете жаздады. Ал Шығыс Азияда қолына жарылмаған снарядты ұстап тұрды. Оған жыландар игуаны шабуылдады. Қолындағы қолғабын тартып әкетті. Бірнеше рет көлік апатына ұшырады. Адам басқан сайын қауіп төніп тұрды. Мен үнемі үрейленемін. Қорықсаң нең бар демейтін беді. Мен қашанда туыстарымның шайын ойлаймын. Ол Тунис түрмесінде бір ай бойы отырды. Ондағылар мұны террорист деп қалған. Ресей дипломаттары көмектесті. Жалданбалы және бандылармен бірге арғы бетке аттандырды. Бір жазадан аман қалған үшін тағдырына риза. Марсельге келіп жеттік. Саяхатшы екенімді, визамның барын білді. Сонда да террорист секілді бір талай қорлық көрдім. Оның жылы орнын жиі суытуына не себеп? Ол бұл сұраққа сол күйі жауап таба алмады. Бірақ мен ешқашан мотоциклге жолаушы ретінде отырмаймын. Өйткені жолаушы ретінде мінуден қатты қорқамын.